Баяғы бір заманда өз істеріне өте шебер екі елдің ұсталары бірігіп, өте мықты, өте өткір қылыш жасапты. Өте өткір болып жасалынған бұл күміс қылышқа көз алартып қарайтындар да көп еді. Тіпті елдің тыныштығын бұзатын мыстандар да күміс қылышқа ие болғысы келетін. Ешбір соғыста жеңіліс көрмеген бұл қылыштың ең бірінші иесі Айдар хан деген батыр болған екен. Сол уақыттарда таудың арғы бетінде берекесі мол, бірлігі жарасқан Бек-Сұлтан есімді ханның елі болған көрінеді. Халық ешқандай уайым қайғысыз, жайбарақат өмір сүріп жатады. Ескен нәзік самал да әрдайым ауызбіршілікте болған Бек-Сұлтан ханның еліне арқау болғандай. Сұлу табиғаттың әсем үні қыздардың күміс күлкісіне ұласып, керемет көріністі бейнелейді. Осы Бек-Сұлтан ханның елінде Санжар атты батыр дүниеге келіпті. Санжар сәби кезінен ақ ешкімнен, еш нәрседен қорықпайтын ержүрек батыр болып өсіпті. Ал көрші ауылда Айменді есімді сұлудың сұлуы, қараса көз тоймайтындай қыз болған. Айменді сұлуға барша жұрт қызға да, қызғана да қарайтын.
Батыр әрдайым сұлудың көңілін көтеру мақсатта серуендеп, сыбызғымен әуен ойнап беретін. Оны Айменді сұлу құшарлана, қызыға тыңдайтын. Бір-біріне өзара мейіріммен қарым-қатынаста еді. Осылайша Бексұлтан ханның елі қуанышта, бақытта өмір сүріп жатқан кезде О, елім менің, халқым менің, елімізге жау шапты, жау жағада тұр. Біздің тыныштығымызды, елімізді, жерімізді жаудан сақтайық. Батырлар, жауынгерлер, бар үміт өздеріңде, мен сендерге сендім. Алла жар болсын. Әумин. Көп ұзамай сұм мұстандар да бұл хабарды естиді. Правда, что ли? И Санджар Батыр тоже с ними пошел воевать. Нам нужно что-то придумать. А если мы украдем красавицу Айменді, а Санджар Батыр, вернувшись с войны, будет ее искать, и мы заставим его принести нам знаменитый меч Айдархана Батыра взамен на Айменді. А Санджар Батыр все сделает, чтобы спасти красавицу Айменді. Айдархан Батыр сильно постарел, поэтому Санджара Батыр хватит сил, чтобы забрать меч. А если этот меч будет у нас в руках, весь мир будет у нас в руках.
Мы заберем все золото и украдем красавицу Айменды. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мыстандар осылай армандап, арам ниетін жүзеге асырмақ түрлі мақсатында айла амалдар ойластырады. Әдемі бір тал гүлді алып, осы гүлді иіскеген адам ұзақ жылдар бойы ұйқыға кететіндей ол қосып дайындайды. Уланған гүлді Айменді сұлуға бермек болады. Санжар батырдың соғыста жүргенін пайдаланып, әжейдің киімін киген Мыстан Айменді сұлудың ауылына келеді. Hello, welcome to my village. Thank you, granddaughter. Give me water, please. Water or kumis? Water, please. Wait a minute, grandmother. Thank you very much, granddaughter. This flower is for you. Very beautiful flower. Thank you, grandmother. Айменді сұлудың жоғалғанын білгеннен кейін үй іші, ауыл, ел әбден әбігерге түсіп іздейді. Айменді сұлу! Айменді сұлу! Қайдасың? Қайдасың? Қызым, Айменді, қызым, қайдасың? Қызымды көргендерің бар ма? Қызым, Айменді. Ох, анем, жалғыз қызым Айменді жоғалып кетті. Өзіміз іздестіріп таба алмадық. Бір көмегіңізді беріңіз.
Айменді сұлуды іздеп табуға елдің батырлары жоқ. Елдің батырлары шайқаста екенін өзің де білесің. Мен көрші елдің батырларын шақырып көрейін. Сізге Алла разы болсын. Сізге мың алғыс. Ел қараулы қырдың етегінен бір батырдың келе жатқанын көріп ханға жеткізеді. О, хан ием, тау етегінен бір батыр келе жатыр. Батырым, қасында Айменді сұлу көріне ме? Өтінішке орай, қасында Айменді сұлу көрінбейді. О, хан ием, ер жұрт, Айменді суда іздеп таудан астым. Орман кездім, суда іздеп қанша күнде, қанша айлар жүріп, көп жерді араладым, бірақ Айменді суды таба алмадым. Кешіріңіз. Сұлудың жан құрбысы Қарлығаш Аймендінің жоғалып кеткенін және оны ешкім таба алмай жатқанын батырға жеткізуді өтінеді. Хабаршы көп ұзамай Санжар батырға қарай жолға аттанады. Санжар батыр, елден сізге жайсыз хабармен келдім. Айта бер, бауырым, не хабар алып келдің? Мені Аймендің сұлу досы Қарлығаш жіберді. Ауылдың сұлу жоғалды. Елдің ең соңғы үміті сізде. Неге ол хабарды маған ертерек айтпадыңдар? Осы ашумен Санжар батыр қаншама күндер, қаншама айлар бойы жеңе алмай жүрген жауды жеңіп, жеңіске жетеді. Осы жеңісті еліне жеткізуге асығады. Керемет жеңіспен Санжар батыр ханның алдына барады. Санжар батыр, жеңістеріңмен батырым, ел сенімін ақтадыңдар. Жарайсың, Санжар батыр. О, хан ием, ол біздің борышымыз, біздің парызымыз. Атамекен жерімізді әрдайым қорғауға дайынбыз. Сен жолдан келдің, жақсылап деміңді ал. Алда сені әлі шайқас күтіп тұр. О, хан ием, жорыққа бүгін шығайын деп едім. Рұқсат етіңіз. Рұқсат етемін. Жорыққа жинал ендесе, жорыққанда жолың болсын батырым. Ақ жол. Санжар батыр Айменді сұлуды іздеуге ауылдан шығады. Күндер өтеді, айлар өтеді. Аймендіні таудан да, көлден де, ну орманнан да іздеп таба алмайды. Аймен сұлу, қайдасың? Санжар батыр әбден шаршап зорғады. Батырдың ойнаған сыбызғысының әсем үні тау-тауды аралап, жаңғырық болып жалғасып, Айменді жатқан үңгірдің ішіне де жетеді. Қанша күндер, қанша айлар бойы оянбаған сұлу сыбызғы әуеніне оянады. Санжар! Санжар! Бұл Айменнің сұлудың даусы емес пе? Санжар! Санжар! Аймен сұлу, сені ақыры таптым-ау. Санжар батыр! Аймен сұлу, сені осы жерге кім қамап қойды? Мен білмеймін,
айлар болды. Санжар батыр, Амен сұлу, сені сыртынан құлтап қойыпты. Мұстандарды тауып, үңгірдің кілтін қолыма түсіруім керекпін. Санжар батыр, тез оралсы, мен болды де зарыз қорқамын. Сабыр сақта, жон болсы Санжар. Мұстандар, сендер ма сұлуды алып кеткен? Мен оны алып кетуге келдім. Санжар Батыр, ты все-таки пришел. Слышишь этого могучего дракона? Его ни один меч не убьет, ни одна стрела не возьмет, ни одно копье не достанет. Если ты пришел спасти свою красавицу, выполни наше условие. Айта беріңдер тағы, не ойлағандар бар? Вот за этой горой есть один аул. Там живет Айдархан Батыр. У него есть серебряный меч. Если ты принесешь его нам, мы тебе дадим ключ от темницы, где сидит красавица Айменді. Айтқандарың болсын. И ты спасешь свою красавицу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Амалы қалмаған Санжар батыр күміс қылышты алып келу үшін Айдархан батырдың ауылына қарай жолға шығады. Санжар батыр таудан асып, Айдархан батырдың ауылына жетіп, үйіне келеді. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Аты жөнің кім? Қай елден боласың? Бексұлтан ханның еліненмін. Есімім Санжар. Бексұлтан ханның еліненсің бе? Айдархан батыр, мен сізден көмек сұрауға келдім. Мұстандар ауылымыздың сұлуын ұрлап үңгірге төгіп қойды. Сол үңгірдің кілтін алып, сұлуды шығарайын десем, мұстандар маған сіздің күміс қылышыңызды алып келдіп шарт қойды. Көмектесіңіз маған. Мен бұл қылышты тек батырларға ғана сыйға тартамын. Айдархан батыр, мен алталмай-ақ қояйын. Бірақ келімнің сенімін ешқашан жерге тастаған емеспін. Солай де, онда қорған. Айдархан батыр, мен сізден ұрсуға емес, көмек сұрауға келдім. Өзің қайтпас қайсар екенсің. Бұл қылышты 6 елге белгілі, 6 ұста, 60 күн, 60 түн таза күмістен құйып жасаған. Бұл қылыштың келесі есік өзінде келдің. Ала ғой батырым. Айдархан батыр, мен келген жақсылығымды білдіремін. Санжар батыр, сен бұл қылышты мыстандарға берме. Мыстандар дәл осы қылыштың көмегімен бүкіл елді жаулап алып, ел тыныштығын бұзады. Дәл осы қылыш сол Айдарханға ғана өтеді. Алла жар болсын батырым. Рахмет. Ей мұстандар, не сендердің жете алмай жүрген қылыштарын? Санжар пришел. Принес таки меч? Давай нам его. Жоқ, ол өзімен ап қалды, өзіме қалдырсам деймін. Ты же не за мечом пришел, а за Айменді. Бұның рас. А как же Айменді? Мен қылышты да, сұлуды да алып кетемін. Санжар Батыр, ты с нами не играй. Ты с драконом сначала сразись. Сен Айдарханнан қорқайын деп тұрған ешкім жоқ.
Санжар Батыр, не нужно нас трогать. Так уж и быть, мы отдадим тебе ключ от темницы. Мен сендерді болшылы кешіремін. Және бірдемені бөлдірсеңдер, мен қайтып ораламын. Міне осылай Санжар батыр Айменді сұлуды құтқарып, еліне алып келеді. Осылайша бақытты да баянды ғұмыр кешеді. Ничего, Санжар Батыр, мы в следующий раз еще встретимся. И тогда мы победим.